Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Франция кітапханасы. Сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Франция ұлттық кітапханасы Еуропадағы ең ежелгі кітапханалардың бірі. Қорының көлемі жағынан әлемнің алып кітапханалары қатарында. 1368 жылы негізі қаланған корольдік кітапхана патша сарайы Луврда қызмет көрсете бастаған. Кітапхананың алғашқы қорында 1200 жазба болған. Париж кітапханасының негізін қалаған Карл V ғалымдардың кітапханада емін-еркін жұмыс жасауына жағдай туғызды. 1368-1369 жылдары кітапхана патшаның бұйрығы бойынша Лувр қорғанындағы Соколино мұнарасына көшірілді. 17 ғасырда кітапхана Луврдан басқа ғимаратқа көшіріліп, кітапханаға оқырмандардың еркін кіруіне мүмкіндік берілді. Кітапхана қоры 300 000 томға дейін жетті. Людвиг XII кітапхананы Блуа қорғанына көшіріп, кітапхана қорын Орлеан герцогының ата-бабаларының жинағымен толықтырды. Сондай-ақ Италиян ақыны Петрарканың кітапханасынан да кітаптар алынды. Людвиг XIV патшалық құрған кезеңде корольдік кітапханаға бір қатар маңызды кітаптар мен қолжазбалар сыйлыққа берілді. Кітапхананың негізгі жетекшілігі патшалық ғимараттың бас интенданты ретінде Кольвердің қолында болды. Қазір Франция ұлттық кітапханасы латынның L әрпі пішініндегі 4 бұрышты мұнаралардан тұрады. Мұнаралар бір-біріне қарама-қарсы қарап ашық тұрған кітапқа ұқсайды. Осы ашық кітаптар ішінде кітапхана залдары орналасқан. Кітапхана жобасы адамзаттың асыл ойы мен шығармашылығының айнасы. Оқушылар, біз жаңағы бейнероликтен Франция ұлттық кітапханасының құрылымы, ондағы кітап қоры, тарихы жөнінде таныстық. Енді істеудің мағыналық түрлерін еске түсірейік. Олар мезгіл істеулері, мекен істеулері, мақсат істеулері, мөлшер істеулері, сын қимыл істеулері, себеп салдар істеулері, күшейткіш істеулері болып 7 топқа бөлінеді. Оқу тапсырмасы: істеудің мағыналық түрлерін қолданып, тыңдалым мәтіні бойынша ойыңызды 5 саусаққа жазасыз. Тыңдалым мәтінін видеоны артқа өткізіп тыңдасаңыздар болады, немесе оқулығымыздың 171 бетінен қарасақ болады. Бірінші, бас бармаққа ең жақсы нәрсе. Балаң үйрекке баса назар аударатын мәселе. Ортан терекке ең көп сандық дерек. Шылдыр шүмекке қосымша ақпарат. Кішкене бөбекке ең аз сандық дерек, оның маңызы. Алақанға қорытынды. Бұлардың әрқайсысына бір сөйлем қолданасыздар. Жалпы саны 6 сөйлем.